Егерде мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселдері де болады. Әуелі, бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығынан тартып жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бірегі қара табылса, малға бөге қалған кісімсініп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншек, жалқау, салғырт кербездікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым. Немесе, ағекенен кетеді, осы ғанамды істеп бер. Дегенде, мағанда біреу жалнарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілінде мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр боларлық деп, бір болымсызын берген болып, артынан бүйтемін, қарық қыламын, тамырым, досым десе, мен де керектің бір болып қалыппын ғой деп, және жасынан істеп үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дере оның жетпегенін жеткізем деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып бір дегеннің бәрін қылып беріп, күн өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, сонымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдақшы бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай?